Негізі жоспарлаудың мақсаты ол ресурстарды бос қалдыру. Мысалы, сіз айтайық 300 мың зарплата аласыз, иә? И сіз соның 250 мың теңгесін прям до копейки жоспарласаңыз болады. Бірақ 50 мың теңгесін сіз бос қалдырасыз. Ол бос қалдырған сіз мүмкін қалаған уақытта барып кофе іше саласыз, бір импульсивный покупкалар болады, мүмкін сіз білмеймін, бір қонақтар келіп қалады, соған бір нәрсе аласыз, мүмкін сіз бір жаққа баруыңыз керек болып қалады, иә? Сондай кезде сізге ол спонтанность сізді ашуландырмайды. Сіз өзіңізді кінәламайсыз, жоспарланған ақшаны жаратып қойдым деп. Немесе уақытты да тура солай, сіз кешке дейін уақытыңызды жоспарлап тастасаңыз, сіздің отбасыңызға уақыт тағылмай қалады да. Спонтанны қонақ келіп қалса ашуланып кетесіз. Сондай кезде сіз мысалы 3-4 кейін бүкіл тірліктеріңіз бітіріп тастаңыз, сіз жатқанша уақытыңыз бос болса, сіз ондай кезде ашуланбайтын боласыз. Смело қыдырып, қуанып, күліп ойнап жүресіз.